Оқушылар? Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Ортақ тақырып қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы табиғат құбылыстары. Оқу мақсаты: ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Бағалау критериясы: осы сабақта білім алушылардың табиғат құбылыстары туралы айтады. Қолайсыз және қауіпті құбылыстардың ерекшеліктерін көрсетеді. Табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктеу арқылы топтастырады. Ең алдымен оқушылар ребус шешейік. Бәріміз тақтаға назар аударайық. Ең бірінші қандай суретті көріп тұрмыз балдар? Таудың суретін көріп тұрмыз, дұрыс айтасыздар. Бізге таудың алғашқы екі әріпі қажет, соңғы әріпі алып тастаймыз. Яғни, сонда бізге та деген әріпі қажет. Екінші қандай сурет көріп тұрмыз? Бананның суретін көріп тұрмыз, дұрыс айтасыздар. Бананның алғашқы б әріпін алып қаламыз да, қалған әріпін алып тастаймыз. Яғни, сонда бізде тап деген сөз шықты, дұрыс айтасыздар оқушылар. Үшінші суретте инеліктің суретін көріп тұрмыз. Инеліктің де алғашқы и әріпін алып қаламыз, қалған бес әріпін алып тастаймыз. Сонда бізде таби деген сөз шықты балдар. Енді келесі суретке назар аударайықшы. Онда ғарыш деген ғарышты көріп тұрмыз суретте. Бұл суреттен ға деген әріпті алып қалып, қалған үш әріпті алып тастаймыз. Яғни табиға деген сөз шықты. Ең соңында біз қандай суретті көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар. Аттың суретін көріп тұрмыз. Яғни алғашқы әріпі а әріпін алып тастап, соңғы т әріпін өзімізге алып қаламыз. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Сонда бізде табиғат деген сөз шықты. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. Сабағымызды бастамастан бұрын бейнероликке назар аударайық. Найзағай табиғаттың қызық та әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай оты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 мың амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтануына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 мың адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын сызып қояйық. Жыл сайын әлемде найзағайдан 3000 адам қайтыс болады. 2007 жылы Оклахома тұрғындары әлемде ең ұзын найзағайдың пайда болғанын көрген. Оның ұзындығы 321 шақырымға дейін жеткен. Ал ең ұзақ найзағай Альпіде тіркелген. Ол 7,172 секундқа созылыпты. Найзағай жарқылы, жоғары разрядты электр қуатымен тең. Ал оның температурасы плюс 30 мың градусқа дейін жетеді. Естіп тұрсың ба, Карл? 30 мың градусқа дейін жетеді екен. Бұл күн аймағындағы температура. Оқушылар, бейнероликтен не көрдік? Дұрыс айтасыздар. Біздер найзағай туралы бейнеролик көрдік. Жалпы найзағай деген не?
найзағай соққан кезде қандай қауіп болуы мүмкін? Осы сұрақтарға тереңнен жауап алатын боламыз біздер. Ендеше оқулыққа назар аударайық. Табиғатта үнемі өзгерістер болып тұрады. Есіңе түсір, табиғат құбылыстары деген не? Сен қандай табиғат құбылыстарын білесің? Яғни, табиғат құбылыстары дегеніміз адамдар табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты көптеген құбылысына ертеден үйреніп, одан қорғана білген. Дегенмен кейде олардың адам өміріне қауіп төндіретін кезі де болған. Найзағай адамға қандай зиян келтіреді? Бұршақтың зияны не? Осыны балдар барлығымыз ойланып, топтасып, бөлісейікші бір-бірімізбен. Дұрыс айтасыздар, балдар. Найзағай кешенді атмосфералық құбылыс, яғни құбылыс кезінде қалың будақ жаңбырлы бұлттарда және бұлттар мен жер арасында көп еселі электр разряды пайда болады. Яғни найзағай кезінде күн күркірейді, ұйтқыма жел, дауыл соғып, кейде бұршақ аралас жаңбыр жауады. Бұршақ дегеніміз не, балалар? Бұршақ дегеніміз ірілі ұсақ түйіршік мұз түрінде жауатын жауын шашын. Жылдың жылы мезгілінде найзағай мен нөсер жаңбыр кезінде бірге түседі. Яғни бұршақтың бірнеше зияны болады, балдар. Бана біздер бейнероликтен өздеріңіздер көрдіңіздер, найзағай соққан кезде қандай қауіп болуы мүмкін? Оны бізде видеороликтен тамашалаған болатынбыз. Найзағай өте қауіпті құбылыс. Жылына 300 адам қайтыс болып кетуі де мүмкін деп айтты бізге. Бір күнде 8 миллионға жақын жарықта жарқырайды екен. Жыл сайын өртке де энергия желісіне де зияны бар екен. Сондықтан оқушылар, найзағай ойнаған кезде біздер үй ішіміздегі қолданып отырған электр желісін, теледидарларды, яғни тозаңдатқыштарымызды өзіміз сөндіріп қоюымыз керек. Яғни сақтануымыз керек, оқушылар. Табиғат құбылыстары туралы айтамыз, қолайсыз және қауіпті құбылыстардың ерекшеліктерін көрсетеміз. Яғни балалар, құрғақшылықтың адам өміріне зияны, толассыз жауынның адам өміріне әсері қандай? Соны білетін боламыз. Оқушылар, құрғақшылық дегеніміз ыстық күнде ауаның ылғалдылығы төмен болған кезде жауын шашынның ұзақ уақыт және елеулі түрде жетіспеушілігі. Яғни жауын шашын болмаса, ылғалдылық кез орын алмаса, әр жыл мезгілінде жыл мезгіліне тән құбылыстары болмаса, біздің елімізде құрғақшылық пайда болады екен. Ал толассыз жауын адам өміріне әсері, толассыз жаңбыр дегеніміз ол будан, бұлттардан қатты жауып тез аяқталады. Яғни толассыз жауынның адам өміріне әсері ол көп жаңбыр тоқтамай жауған кезде, мысалы біздің үйлеріміз, айналамыздағы суға кетуі мүмкін. Сол себептен әр құбылысқа тән қауіпі болуы мүмкін. Енді күні бой тоқтауына оқулықта қарасақ, бізге мына жерде суреттер көрсетілген, оқушылар. Күні бой тоқтаусыз жауған жауыннан кейінгі суретті көрсетілген. Бұршақ шаруашылыққа үлкен зиян тигізеді. Біз жаңа осы тұста әңгімелеген болатынбыз. Жыл бойына болатын құбылыстар. Айттық қой жаңа, оқушылар, жыл мезгілдеріне тән, әр жыл мезгіліне тән құбылыстар болады. Мысалы, көктем мезгілінде, күз мезгілінде жаңбыр жауса, қыс мезгілінде қар жауады, балдар. Енді жерде суретті пайдаланып, үлкендерден қандай қауіпті жағдайларды естисіздер, иә? Сіздерге мысалы жаңбыр жауған кезде қандай қауіп төнуі мүмкін, қар жауған кезде қандай қауіп болуы мүмкін, сол жөнінде сіздерге көптеген мағлұматтар айтады. Жыл бойы табиғатта түрлі құбылыстар болып тұрады, оқушылар. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязда күндер болады. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен су арнасынан асып, көпірлерді, жолдарды және үйлерді бұзуы мүмкін. Енді жыл бойына болатын қолайсыз және қауіпті құбылыстарды барлығымыз айтты өттік. Оқушылар, суретке назар аударайық бәріміз оқулықтағы.
әр топ адамға қауіп туғызатын немесе туғызбайтын табиғат құбылыстарын дәптерлерімізге бөліп жазаймыз. Тағы қандай қолайлы және қолайсыз табиғат құбылысты аталмай қалды. Ойланып көрейікші оқушылар. Және мына бізде оқулықтағы суретке назар аударайық. Табиғат құбылыстары, яғни қандай суреттерді көріп тұрмыз? Қауіп туғызатын немесе туғызбайтын құбылыстардың суреттерін көріп тұрмыз. Мысалы, жаңбыр жауғанда қандай қауіп төнуі мүмкін? Толассыз жаңбыр жауса, біздер суға кету қаупі төнуі мүмкін. Суретте не көріп тұрсыздар оқушылар? Ары қарай көріп тұрған суреттеріңізді өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазыңыздар. Қайсысы қауіп туғызатын немесе туғызбайтын табиғат құбылыстарын дәптерлеріңізге жазыңыздар. Суретке қарап, адамдарға қауіп туғызатын немесе туғызбайтын құбылыстарды айтады және дәптерлеріне жазады. Үйге тапсырма. Оқулықтағы қауіпті табиғат құбылыстары тақырыбын түсініп оқы. Күн жуынғанда табиғатта қандай құбылыстар байқадыңыздар? Өздерің байқаған ерекше табиғат құбылысын интернет желісінен, газет, журналдардан қарап анықтаңыздар. Осы тақырыпта шағын әңгіме жазыңыздар. Білім алушылар, бүгінгі сабақтың соңында сіздердің назарларыңызға кері байланыс ретінде поезд рефлексиясын алғалы отырмын. Бұл жерде біздерге поездың суреттері берілген. Оқушылар, яғни бүгінгі сабақты түсіндіңіздер ме? Бүгінгі сабақта өз мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Осы сабақта қандай тапсырма сіздерге қиынырақ болды? Қандай тапсырма сіздерге оңайырақ болды? Осы сұрақтар мақсатында. Егер де мен бәрін түсіндім десеңіздер, мен үшін бәрі оңай десеңіздер, қолдарыңыздағы смайликті бірінші тұрған суретке жабыстырасыздар. Білгім келеді десеңіздер, екінші тұрған терезеге жабыстырасыздар. Үшінші мен білдім десеңіздер, онда үшінші терезеге жабыстырасыздар. Төртінші мен білемін десеңіздер, төртінші терезеге жабыстырасыздар смайликтеріңізді. Рахмет.